Баршаңызға сәлем. Бүгін «Жауыздық мекені» фильміне қысқа шолу жасаймыз. Адамзат баласы жойылып бара жатқанда, Umbrella корпорациясы өз жерасты кешендерінде зерттеу жұмыстарын тоқтатқан жоқ. Ғалымдар вирус пен антивирус бойынша зерттеулерін жалғастырып, Алиса секілді ерекше қабілеттерге ие көшірме жасауға тырысады. Корпорацияның зұлым саясаткерлері мен ғалымдары мінсіз жаратылысты жасамақшы, бірақ олардың кезекті көшірмелері түпнұсқамен үйлесім таппайды. Қабілеттері сәйкес келмеген көшірмелер сынақтан өтпейді, сондықтан оларды жояды. Өлген көшірмелердің денелері ұзын, терең шұңқырға тасталады. Болған оқиғалардан кейін 3 жыл өткен соң, Ракан-Сити қаласында жағдай күрделене түсті. Ғалымдар вирусын бақылауда ұстай алмады. Вирус алдымен Солтүстік Америкаға тарады, содан кейін басқа континенттерге ауысып, бүкіл әлемді жаулап алды. Оның үстіне вирус пен адамдар ғана емес, жануарлар мен өсімдіктер де ұшырап, бүкіл әлем жансыз шөлге айналды. Алиса мотоциклмен шағын қалалар арқылы жанармай мен тамақ іздеп жүр, себебі бір жерде тұрақтап тұру өте қауіпті. Үлкен қалалар одан да қауіпті. Алисаның адамгершілігінен тыс ерекше қабілеттері артып келеді, бірақ ол әлі де ғалымдардың орбиталық спутниктерінің бақылауынан жасырынып жүреді. Себебі спутник сигналдары Алисаны толық басқара алады. Тірі қалғандар тобы үнемі қозғалыста, әрдайым қауіп пен белгісіздікке толы жолда. Олардың қатарында Клэр, Крис, Карлос және Джей бар. Олар ұзақ жолдан соң қаңырап қалған жанармай бекетіне тоқтайды. Алайда кенеттен зомбилердің бірі Джейді тістеп алады, бірақ ол бұл жарақатты жасырын ұстайды. Біршама уақыттан кейін топқа қарғалар шабуыл жасайды. Дәл сол сәтте Алиса пайда болып, ерекше күштерінің арқасында ұшатын зомбилерді күлге айналдырады. Шабуылдан кейін Алиса ескі досы Карлоспен сол жерде қауышады. Алиса әскери спутник арқылы вирус Аляскаға жетпегенін біледі. Осы мәліметтерге сүйене отырып, топ солтүстікке Аляскаға жетуді мақсат етеді. Бірақ алда ұзақ жолмен азайып қалған жанармай қоры қиындық тудырады. Жанармай алу үшін олар Лас-Вегасқа бет алады. Алайда шағын қалалар толықтай қирағандықтан Лас-Вегасқа жеткенде оларды жаңа қауіп зомбилер күтіп тұрады. Лас-Вегаста Umbrellаның ғалымдары жасаған зомбилер тобы тірі қалғандарға шабуыл жасайды. Сол шайқаста Джей зомбиге айналып Карлосты тістеп алады, ол да жарақат алып, басынан тиген оқтан көз жұмады. Umbrella ғалымдары Алисаның бойындағы спутникті ажыратуға тырысқанда, Алиса қарсылық көрсетіп, олардың кешеніне барып, бәрін жояды. Алайда доктор Исааксты зомбидің бірі тістеп үлгеріп, ол ұшақпен қашып кетеді. Алиса ұшақты атпайды, себебі ұшақ оған қажет болуы мүмкін деп ойлайды, және өзі Аляскаға бармайтынын айтады. Доктор Исаакс өз зертханасына оралып, шамадан тыс антидене егіп, айналасындағыларға қауіп төндіре бастайды. Карлостың зомбиге айналуға уақыты болмайды, себебі ол жанармай танкермен өзін жарып жіберіп, Алисаның және тірі қалғандардың жолын тазалайды. Солтүстік Америкадағы Umbrella базасына жеткенде, Клэр мен қалғандары ұшаққа мініп, Аляскаға жету үмітімен ұшып кетеді. Алиса олардың соңынан бармайды. Ол мутацияға ұшыраған доктор Исааксты жою үшін жер асты зертханасына түседі. Ол жерде Ақ патшайым атты компьютерлік жүйе алғашқы фильмдегі Қызыл патшайымның сіңлісі Алисаға оның қанында вирусына қарсы ем бар екенін хабарлайды. Доктор Исаакс құбыжыққа айналып Алисаға шабуыл жасайды. Екеуі лазерлі дәлізге тап болғанда, лазерлі сәуле құбыжықты бөлшектеп өтеді, ал Алисаны оның көшірмесі құтқарып қалады. Зертхана ішінде Алиса өз көшірмелерін көріп, Umbrellаның зұлым әрекеттеріне қарсы күресуді көздейді. Осы көшірмелердің көмегімен ол Токиодағы Umbrella корпорациясының штаб-пәтеріне шабуыл жасауды жоспарлайды. Алиса және оның көптеген көшірмелері Umbrella корпорациясының Токио астындағы жерасты зертханасына шабуыл жасайды. Шабуыл барысында кешендегі барлық қызметкерлер мен қауіпсіздік қызметкерлері жойылады. Дегенмен Umbrella корпорация басшысы Альберт Вескер соңғы сәтте жауынгерлік тікұшақпен қашып үлгереді. Ол зертхананың жою жүйесін іске қосып, нәтижесінде Алисаның барлық көшірмелері жойылады. Алайда нағыз Алиса Вескердің тікұшағында пайда болады.
Вескер оны сол жерде өлтірмек болады, бірақ алдымен оған Т вирусын бейтараптандыратын дәрі егіп, Алисаны қайтадан қалыпты адамға айналдырады. Дегенмен Вескер Алисаны өлтіруге үлгермейді, себебі тікұшақ Токио маңында апатқа ұшырайды. Алиса ғажайып түрде аман қалады, бірақ құлаған жерде Вескерді таба алмайды. Кейін Алиса аэродромға жетеді. Онда ол үстіне армия деген жазуы бар ұзын бұршақ түсті пальто киіп, Як-52 ұшағынан түседі. Осы ұшақпен ол Т вирусының таралуынан аман қалған, жалғыз орын деп саналатын Аляскадағы Аркадияға достары ұшып келген еді. Алайда Аркадияға жеткенде ол ешқандай қала жоқ екенін көреді. Тек бос алаңқай және сигналға ұшып келген, бірақ ішінде ешкім жоқ, ұшақтар мен тікұшақтар ғана бар. Кенеттен оған бір әйел шабуыл жасайды. Бұл әйел есін жоғалтқан Клэр Редфилд болып шығады. Алиса оның кеудесінен Umbrella корпорациясы жасаған өрмекші тәрізді роботты табады. Бұл робот оның естеліктерін өшіру үшін арнайы зат енгізген. Өрмекші роботтан құтылғаннан кейін Клэр біртіндеп Аркадия және Алиса туралы естеліктерін есіне түсіре бастайды. Көп ұзамай Клэр мен Алиса Лос-Анджелеске ұшып келеді. Онда олар қаланың түрмесінде тығылып жатқан тірі қалғандардың шағын тобын табады. Қаланың көшелері агрессивті зомбилерге толы болғандықтан Алиса тәуекелге барып, ұшағын түрме ғимаратының төбесіне қондырады. Тірі қалғандар бұл ұшақты Аркадиядан келген құтқару тобы деп ойлайды, өйткені олар да сол құтқару сигналы туралы радиодан естіген еді. Аркадия қала емес, Лос-Анджелес жағалауында тұрған кеме екені белгілі болды. Түрмеде Клэр өзінің ағасы Крис Редфилдтің камерада қамалғанын көреді. Кенеттен мутант зомби құбыры арқылы түрме ішіне кіріп, бір адамды өлтіреді. Бұны көрген олар бұл жерден дереу кету керек деп шешеді. Осы кезде Umbrella'ның жаңа эксперименттерінің бірі, үлкен балта ұстаған мутант келіп, түрменің қақпасын бұзып өтпек болады. Қалғандарының амалы таусылған соң, олар Кристі босатып, оның кеңесін тыңдайды. Крис оларға қашуға арналған әскери танк пен қару қоймасы бар екенін айтады. Тірі қалғандар қашу жоспарын құруға тырысады. Бірақ танкке қажетті қозғалтқыш жоқ болып шықты. Танкты құрастыруға уақыт жоқ. Сондықтан Алиса мен Крис қару жарақты алып, түрмеден канализациядағы туннель арқылы қашуға шешім қабылдайды. Дәл сол кезде Алиса мен Клэрге жазалаушы деп аталатын алып мутант түрмеге кіріп шабуыл жасайды. Екеуі мутантты өлтіріп, ғимараттан шығып кәріз құдықтары арқылы жағалауға жетуге асығады. Кенеттен Лютерді зомбилер басып алып, отряд оны жоғалтады. Жағалауға жеткеннен кейін, тірі қалғандар Аркадия кемесіне жүзіп барады. Олар кеме Umbrella корпорациясына тиесілі екенін анықтайды. Бұл компания ауру жұқтырмаған адамдарды радиосигналдар арқылы әдейі осы кемеге шақырып отырған екен. Аркадия кемешінде Алиса мен тірі қалғандар жұқтырмаған адамдарға тәжірибелер жүргізіліп жатқанын анықтайды. Зерттеу бөлмелерінің бірінде Алиса Альберт Вескерді табады. Ол Алисаға бұл эксперименттердің мақсатын түсіндіреді. Вескердің айтуынша Т вирус оған адамдық жылдамдықпен күш берсе де, оның денесінде тұрақсыздық тудырады. Бұл вирус Вескердің денесінің адам жасушаларын тұтынуына келіп, тұрақты күйді сақтау үшін жаңа жасушалар қажет етеді. Осы себепті ол Алисаның денесін вирус үшін тұрақты тасымалдаушы ретінде пайдаланғысы келеді. Алиса бұл жоспарға қарсы шығып, Вескермен шайқасқа түседі. Клэр мен Крис оған қосылып, үшеуі Вескерді жеңіп, оны кеменің жабық бөліктерінің біріне қамап тастайды. Алайда бірнеше минуттан кейін Вескер қайта тіріліп, жауынгерлік тікұшақпен Аркадиядан қашып кетеді. Вескер кемеге Жапониядағыдай жарылу жүйесін іске қосады. Алайда Алиса алдын ала жарылғышты тауып, оны Вескердің тікұшағына қайта орнатып үлгереді. Соның арқасында үлкен жарылыс тікұшақты толықтай жойып жібереді. Бірақ көп ұзамай алыстан Вескердің парашютпен қашып кеткені байқалады. Лютер болса зомбилердің шабуылына қарамастан кәрізден шығып аман қалады. Фильмнің соңында Алиса Аркадия кемесінің хабарын жаңартып жатқанда, Umbrella корпорациясының жауынгерлік тікұшақтары жақындайды. Оларды Джилл Валентин басқарып тұр. Ал оның кеудесінде Клэрді бақылауға арналған құрылғы бар. Алиса жағдайды көріп, бізде қиындықтар бар дейді. Аркадия кемесіне Umbrella әскерлері шабуыл жасайды. Енді ол тірі қалғандарды өз тұзағына түсіріп, оларды жоймақ болады. Алиса достармен бұрынғы жауларымен күресуге мәжбүр.
Кино шоу ұнаса тіркелуді, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.